Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін жұма, бауырсақ ашытамын деп ерте тұрдым. Терезелерді аштым. Шаруалармен шығып келгенше бауырсағым аши берсін деп бауырсағымды ашытып кетіп жатырмын. Мен келгенше бауырсағым көтеріліп ашып қалыпты. Енді иілеп бауырсағымызды пісіріп аламын. Міне менде осындай қып-қызыл шелпектермен бауырсақтар шықты. Бауырсағымызды жеп түскі асымызды ішкеннен кейін ас үйдегі мына орындықтармен тамақ ішетін үстелді тазалаймын деп шештім. Өйткені біраздан тазаланбаған еді. Балалар тамақ ішкен қолдарымен ұстап май қылып, мына көрпешелерінің барлығын шешіп, қазір барлығын кір жуатын машинаға салып жуып аламын. Барлығын бірден салғанда кір жуғыш машинаға сыймайды. Менде 6 көрпеше, сондықтан осылайынша бүктеп бір-бірлеп нығыздап орналастырып саламын. Көрпешелер жуылғанша үстелдің үстін тазалап аламын. Дастарханымды да тазалап аламын деп шештім, өйткені отырғанда тек үстін сүртеміз. Ал мына жан-жақтары балалар тамақ тамызады, соның барлығы лас болып қалған, оны да тазалап алдым. Инстаграм желісінен лайфхак көргенмін. Осы этил спиртімен дастарханды сүртсе тап-таза болады деп. Қазір соны жасап көрейін деп шештім. Оны мен әрі ыстым, бері ыстым. Болмады. Жұмыс жасамайтын лайфхак екен. Егер көріп жатсаңыздар, қайталамай қойсаңыздар болады. Дастарханым ағармады, алқыда тіпті қарбыздың ізінде бояуын да кетіре алмады. Дастарханын жинап алып тастаймын да, үстелдің үстін өзімнің Wildberries'тен заказ беріп алдырған жуғыш сатымен барлығын сүртіп тазалап шығамын. Өте ыңғайлы екен, осы жуғыш нәрсені алуға кеңес беремін сіздерге де. Өйткені оны қайтадан жуып, тазалап жатпайсыз, тек осылайынша шашасыздар да, құрғақ шүберекпен сүртіп шықсаңыз болғаны барлығын тап-таза қылады. Маған ұнады. Үстел мен орындықтар тазалап болдым. Енді мына жердің шаңын сүртіп, қазір жерін жуып аламыз. Кілемімді қайта орнына жаямын, үстелімді орнына қоямын, дастарханымды төсеймін. Мен бұл шаруаларды реттеп болғанша орындықтардың көрпешелері де жуылып болып қалған екен. Барлығын кептіруге жаямын далаға. Күн өте қатты ыстық, сондықтан қазір көрпешелер 20 минутта кеуіп қалатын шығар.
шынымен де мына ыстық күнде 20 минутта кеуіп қалды. Барлығын орын-орнына төсеп шығамын. Осылайша жұма күнге жоспарлаған үй шаруаларымды бітірдім. Қазір орындықтарды орын-орнына қойып шығамын. Барлығы тап-таза болды, көңілімнен шықты. Менімен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.